Құрметті достар, біздің музейімізде өткен қазіргі заман өнер көрмелері туралы жаңа сюжеттер циклын бастаймыз. Аталмыш экспозиция тұңғыш рет 2000 жылы жаңа шынайылық атаумен өткен болатын. Бұл көрме коммуникация, өзара әрекеттестік тәжірибелер атты Алматы қаласының қазіргі заман өнері орталығының үлкен халықаралық көрмесінің бөлігі болды. Инсталляциялар, бейне арт, жаңа шынайылық туындылары Қарағандыда және баспасөз беттерінде табысты болып, көптеген жағымды пікірлер қалдырған еді. Аталмыш арт оқиғаны 2 бөлімге бөліп баяндауды жөн көрдік. Бірінші бөлім тақырыбы дәстүр мен мәдени мұраны интерпретациялау болды. Бұл бөлімде суретші Асхат Ахмедияров пен оператор Жақсылық Медешевтің мәсі бейне инсталляциясы көрсетіледі. Асхат Ахмедияров кескіндемеші, инсталляциялар, перформанстар мен бейнелердің авторы болып табылады. Қазіргі заман өнерімен 1999 жылдан айналыса бастады. Осы өнерде 20 жылдан астам қызмет етумен қатар халықаралық және қазақстандық жобаларға қатысып үлгерді. Суретші көрерменді өзінің радикалды жобаларымен, әлемге ерекше көзқарасымен және экспрессивтілігімен жиі таңқалдырды. Ол танымал адамдардың портреттерін аяғымен салады. Қазақ мәдениетінің білім символы Абайдың бейнесінің кітаптың бүйір жағында бейнелейді. Және қазақ халқының қонақжайлығын көрсететін кеселерден жасалған үлкен инсталляция жасады. 2000 жылы Асхат Ахмедияров пен Жақсылық Медешев екеуінің бірлескен мәсі бейне инсталляциясы жарыққа шықты. Мәсі былғарыдан тігілген қазақтың дәстүрлі аяқ киімінің бірі. Мәсінің үстіне аяқ кір әрі дымқыл болмас үшін адамдар галош киетін болған. Жаңа шынайылық көрмесінде суретшінің бейне инсталляциясы көрсетілген. Көрменің кіреберісі шығыс ғибадатханасына ұқсайды. Алдында аяқ киім жатты. Ал ішінде осы бейне көрсетілген теледидар орнатылған. Бейнені музейге келушілер аяқ киімін шешіп, ішке кіріп қана тамашалай алды. Жоба идеясының авторы былай дейді: ерте заманда Батыс Қазақстан жерлерінің көптеген кесенелерінде адам жерленген жердің үстіңгі жағында олардың аяқ киімін бейнелейтін. Аяқ киім Азия елдерінде адамның азабы мен оның өлімінен кейінгі жиһанкездіктің символы ретінде түсіндіріледі. Аяқ киім адамды туғаннан бастап өліміне дейін бірге ілесетін, аяғын сақтап тұратын материалдық симбиоз. Сіздердің назарларыңызға мәсі туралы бейнероликті ұсынамыз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Rahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqimûne salate ve mimmâ razaqnahum yunfiqûn. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Суретші шығыстың рухани мәдениетін элементтерін және аяқ киім сияқты түсінікті материалдық символды қолдана отырып, бүкіл әлемді құрастырып жасай алды. Асхат Ахмедияровтың бейне инсталляциясы біздің музей келушілеріне үлкен әсерін тигізді. Адамдар аяқ киімін шешіп ішке кіріп, молданың даусымен бірлесе баянсыз өмір туралы ойларға бататын. Суретшіден мәсі туралы жобалардың қалай жасалатыны жайындағы сұрақтардың жауабын Евгений Лумповтың «Путь» фильмінен білуге болады. Когда
соединяешься с сутью, и как бы ты сливаешься с идеей, и ты живешь внутри, это самый удачный такой момент. Когда ты оказываешься внутри, и ты теряешь что-то материальное. Ты становишься что-то наподобие духа, который вот это все производит.